Біздер бауырлар, жәннатта тек армандап жүрген адамдармыз. Бізде оған кірсек деген мақсат жоқ. Қараш, қазір жігіттер, намаз оқитын жігіттердің өздерінің сауаптарын есептеп жүреді. 5 уақыт намазым бар, садақа беріп жатырмын, 4-5 сүре білем, Құдайға шүкір деп қояды. Құдайға шүкір дейді. 4-5 сүре білеміз әйтеуір. Ана кімнен қарағанда деп бір өзінен төмен біреу тауып алады әйтеуір. Сөйтіп өзіміздің сауабымызды есептеп жүрген адамдармыз. Ал сахабалар өздерінің күнәларын есептейтін еді. Одан кейін оларда қорқыныш деген нәрсе бар еді. Біз қазір өзіміздің күнделікті сауабымызды есептейміз. Өзімізге енді бәрін жинаған кезде бір көп сияқты көрінеді да, әрқайсымыз өзіміз бір жәннаттық адам сияқты сезініп жүрміз да. Бірақ шындап келген кезде сіздің берген садақаңыз, жасаған жақсы амалдарыңыз, Алла Тағаланың сізге бір күнде берген нығметіне тура келе ма, келмей ма? Қараңызшы, бұл арман мен мақсат екеуі екі түрлі нәрсе. Мін сіздер жұмаға келіп отырсыздар ғой. Неге? Сіздер барам деген мақсат қойдыңыз да алдыңызға. Сіз келдіңіз. Біреулердің жүргеніне қанша болды? Жұмаға барсаң, бару керек еді, деп армандап жүрген адамдар. Олар әлі армандап жүрді. Сол үшін бауырлар, бізге не істеуіміз керек? Алдымызға мақсат қою керек. Қараңыз, шынымен жәннатқа мақсат бар ма сізде? Онда мынаны тыңдаңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады: "Ей Анасжан, шамаң жетсе, кек сақтамай кеш батыр, кек сақтамай таң атыр" дейді. Менің ең үлкен сүннетім дейді. Мақсатыңыз жәннат болса, бұл нәрсе не? Бұл амал жәннаттық амал. Өйткені ана қысқартып айтайын, хадисті білесіздер ғой, 3 күн бойы жәннаттық адам көргілерің келе ма? Жәннаттық адам көргілерің келе ма деген кезде бір адам кіріп келе берді ғой 3 күнде де. Бірақ ақырында ол қандай амал істейді екен деп қараған кезінде ол ешқандай артық амал істемейтін. Ол тек қана не дейтін еді? Мен жатар кезімде мені ренжіткендердің бәрін кешірдім, Алла разылығы үшін деп жататын. Ол адамдар кешіретін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр, ол жәннаттық адам деп жатыр. Ал естіңіз ғой хадис, енді амал етіңіз. Жәннат керек па сізге? Мақсатыңыз жәннат па? Онда енді көріңізші. Кек сақтамай таң атырыңыз, кек сақтамай кеш батырып көріңізші. Жоқ, жылдап жүр ғой біздің жүрегімізде, жылдап жүр ғой, жібермей жатыр ғой мына кектер. Біздің жүрегіміз кектен бос орын қалмады ғой біздің жүректерімізде. Неге? Өйткені бізде мақсат жоқ бізде. Бізде арман бар. Кірсең, не дейді? Тауықтың түсіне тары кіреді деген нәрсе бар ғой. Тура біздің жағдайымыз сол болып тұр ғой. Мен намазхан, ана бейнамаз деп өзіміздің жасаған амалдарымызға сүйеніп қалғанбыз. Ал қараңызшы, әлемдердің Раббысы Алла Тағала ең жақсы көрген адам Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен өз амалдарыммен кіре алмаймын деген.